қымбатты көрермендер, дәл қазір сіздер бейбіт өмір болсын әлемде атты әнді тыңдадыңыздар. Дәл осы ән Астанада өткен елім менің патриоттық әндер байқауында бірінші орын алған болатын. Осы әннің авторлары сөзін және музыкасын жазған авторлар бүгін студиямызда қонақта. Композитор Қанат Идресов және ақын композитор Гүлайым Жотайлы бүгін біздің студиямызда қонақта. Ал енді балалармен тығыз қарым-қатынас жасайтын мамандық иелері болғандықтан бүгінгі мерекемен өздеріңізді шын жүректен құттықтағымыз келіп отыр. Ал енді бейбіт өмір болсын әлемде деген ән туралы қысқаша айта кететін болсақ, бірінші орын алып жатыр екен. Менің елім менің патриоттық әндер байқауында осы ән туралы. Жалпы балалар тақырыбындағы әндер біздің елімізде өте сирек қой. Енді бейбіт өмір болсын әлемде деген тақырып енді бір сұхбаттарда айтқан болған екен. Бейбіт өмір болсын әлемде әннің салмағы деп, енді елбасының ұстанып отырған саясатының өзі бейбітшілік, жаңағы дін істері жөніндегі өкілдерін жаңағы бейбітшілік және келісім сарайында елбасылармен бірге бас қосуда жинап, жаңағы осы бірлікке шақырып, бейбітшілікке шақырып, кілті сонда бейбітшілік болса, бейбіт өмір болса, ұрпақ өседі, мемлекет дамиды, өркендейді деген сияқты тақырып соның. Бірінші музыка жазылды, одан кейін Гүлайым апайымызға қолға салдыңыз, солай ғой? Иә, бір адам өзі қоғамда болып жатқан кез келген жағдай, бір қоғамда болып жатқан жағдайларға бір адам әсер етеді ғой, адамға әсер етеді. Сол бір оқиғалар былтырғы маусым айы кезінде осы бір оқиғалар болды, Ақтөбедегі тағы деген сияқты. Сол оқиғалардан кейін адамдан көңілде жүрген сол бейбітшілік болсын әлемде деген ән шыққан негізі сол кезде болатын. Сол бейбіт өмір болсын әлемде деп ән солай ұрамдап тұрды, солай шығып тұрды. Гүлайым апайға сосын қоңырау шалып, Гүлайым апаймен бірнеше әніміз жарып көрген, сол Гүлайым апайға қолға салдым. Гүлайым апай бейбітшілік болсын әлемде деген осындай ән шығып тұр. Мына жерде бейбіт өмір болсын әлемде деген осы сөз сақталып, соны жазсаңыз деген Гүлайым апай міне ол кезде өзі әрі қарай Гүлайым апайға сөз беріңіз. Өзі бір сәті түскен ән болды да, кей кезде бір енді жазу қиын ғой, оңай нәрсе емес. Бір күні Қанат келді да айтты, осындай ән бейбітшілік, бейбіт өмір болсын әлемде деген сөзі бар болса болды ішінде деп. Жарайды көрейін деп сол жерде отырып 2 сағат отырып. Енді балалар шығармашылығымен айналысып жүрген авторлар болғаннан кейін сіздерге мынадай бір сұрақ қойғым келіп отыр. Совет одағында шыны керек Батыр бала Болатбек жазда атамның ауылына барып едің қыдырып деп аталатын Қошақан әні. Одан кейін менің атым Қожа фильмдегі біз пионерміз деген әндер. Ұландар әні жалпы балалар тақырыбындағы әндер көп. Ал қазір кішкентай бір 5 жастағы бала махаббат туралы Қайрат Нұртастың орындауындағы әнді айтып тұрады. Бұл енді бізде расында да балалар әндерін сондай хит деңгейіне жеткізетін авторлар жоқ па, әлде жазғысы келмей ме? Осы сұрақты осы енді композитор болған екен осы сұрақты өздеріңізге қойып келеді. Бұл тақырыпта негізі әндер жазылып жатыр, шығып жатыр. Қазір осы тақырыпта көптеген сазгерлеріміз, ақын композиторлар жаңа бірігіп жұмыс істеп жатыр. Қазіргі таңда шығып жатқан әндеріміз мысалы осы байқауда өздеріңіз көргендей Халық Ризабек, тағы мысалы Талдықорғаннан келген Төлежан Ғұмаров, Данияр Мұсылов деген сияқты Байдал Арыспанбетовтың әні міне Гүлайым апайдың өзінің төлкуін жалпы тек балаларға арнап жазамын. Қазір 42 жыл болды осы балабақша саласында істеп келе жатқаныма. Мен өзімнің еңбек тәжірибемде ондай әндерге еш уақытта жол берген емеспін. Балалардың өз тәрбиелеген балаларға. Сосын кішкентай балалардың махаббат туралы айтатын әніне сіз рұқсат жол берген емеспін. Мен өзім сол жас ерекшеліктеріне сай 3 жастан бастап балдарға қуыршақтар сияқты ойыншықтар, бөпелер деген сияқты, ақбөпе деген, тәуесел, ұланы деген, балдырғандар әні сондай әндер жаздым. Кітабыменен ескісін шығардым. Оны бүкіл балабақша, бүкіл мектептер алып, жалпы осы Астана қаласы бойынша басқа қалаларда қолданып айтылып жатыр. Ал жаңағыдай әндерге мен одан кейін тағы да мысалы бірнеше жаңағы мектеп оқушыларымен қалада студенттер арасында бірнеше қалалық шаттық байқаулары өтеді. Сол жаңа былтыр мамыр айында шыққан Ерғожа Тепердиевтің сөзіне жазылған Атамекен деген әнім шықты. Серік Тұрымбектің сөзіне жазылған Қазақтың даласы деген әнім шықты. Сол Қазақтың даласы осы пирамида бейбітшілік келісім сарайында өткен марапаттауда болды. Сол әнім елім жерім деген Серік Тұрымбектің сөзіне жазған авторлық әндерде бірінші орын алды. Сол сияқты елдікке, жерлікке, отансүйгіштікке тәрбиелейтін. Дұрыс, сіздің айтып отырған ойыңыз дұрыс, бірақ енді халықтың аузына
тез таралып кететін. Былай қазіргі тілмен айтқанда хит әндер. Мысалға соңғы естігенім менің ертегілер елінде Әйгерім Қалаубаева орындайтын ертегілер деген. Одан кейін қалған әндерді мен шыны керек балалардың аузынан көп естімеймін. Бүкіл халықтың халыққа тез таралатын әндерді жазу керек шығар. Бізге сол жаңағыдай насихат енді жүріп жатыр да, біздің әндеріміз насихат аз ба? Аз. Біз енді шығарып, үнтаспамыз енді шығарып, енді насихаттап жатырмыз да. Алда мен өзім мысалы болашақта бастаған Астанада үлкен шығармашылық кеш жоспарлаған. Тәуелсіздікке тарту ретінде сол шыққан әндерді тағы бірнеше легі тұр. Енді сәуір айына жоспарлаған, былтыр шығармашылық кеш сәуір айында өткен. Биылғы сәуір айына тағы жоспарлаған болашаққа бастаған Астана атты жинақ дискісімен бәрін. Расында да бұл проблема тек бізде ғана емес, мына көрші Ресейдің өзінде қазір балалар тақырыбында жазатын авторлар өте азайып кетті. Баяғыда Чунгачку, Чунгачанга деген әндер бар еді, бірақ енді қазір Ресейдің өзінде балалар тақырыбындағы әндер өте аз дейді. Ол мен ойлаймын, неге балалар әндерін ақындар, композиторлар онша жазбайды? Өйткені оларда не жоқ, танымалдылық болмайды. Балалардың әндерін жазған композиторлар көбісіне тасада қала береді. Мысалы, балабақша саласында ән жазатын музыканттар бар. Өздерінің әндерін өздері орындайды. Балабақшада, бір мектептерде, сосын насихаттау жоқ. Күні кеше мына содан да мүмкін ақсап жатады шығар деп ойлаймын. Күні кеше мына бейбіт өмір болсын әлемде атты жаңағы бейнебаян көрдіңіздер ғой. Сол әннің шығаруына үлкен көмек тигізген, міне бейнебаян түсіруге көмектескен Бағорда жаңа компаниясына үлкен алғысымызды эфир арқылы білдіргіміз келеді. Талаптарына Алланың нұры жаусын, көмектескен барша ата-аналарға, қолдау көрсеткен барлықтарына, республикалық оқушылар сарайы міне бейнебаян түсіруге сол кісілерге Ұмсын Арқабайқызына, Гүлнар Смағұловна, қымбат Мұқан барлықтарына үлкен алғыс білдіргіміз келеді осы. Ал енді Қанат мырза, Гүлайым ханым біздің студиямызға кішкентай бөбектеріміз де келіп үлгеріпті. Бұл дәл қазір сіздердің әндеріңіз Тәуелсіз елдің ұланы деген әнді орындайды. Әннің авторы, яғни музыкасының Қанат өзі. Әні де сөзі де сіздікі. Әні де сөзі де Гүлайым Жотаеванікі. Ендеше біз қазір балаларға кезекті берейік. Балалар оқушылар сарайының балалары ғой. Балабақша, е. Қай балабақша? 58-ші Өркен балабақшасынан бар, сосын 40-ші Құлпынай балабақшасынан. Өркен және Құлпынай балабақшаларының кішкентай бөбектерінің Ақкөгершінің бас жүлдегерлері. Жақсы. Ендеше біз дәл қазір Құлпынай және Өркен деген балабақшаның бүлдіршіндеріне мына жерге ортаға бір микрофон ұстатайық. Ал сонымен Тәуелсіз елдің ұланы деп аталатын әдемі әнді тыңдайық. Ал кеттік ендеше.
тәуелсіз елдің ұланы. Әнімен сөзі Гүлайым Жотаеванікі. Және өркен сонымен қатар Құлпынай балабақшасын бүлдіршіндеріне қыздар қосып қошемет көрсетіп қояйық. Рахмет сіздерге, студияға келгендеріңізге айтар алғысымыз шексіз. Сіздерге де рахмет. Балалар әндері көбейе берсін әрқашанда. Ал біз бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Дәл қазір тосын сауал айдарына